Сәлематсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның пайдалы қазбалары. Белгілі ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясын ұйымдастырушысы, әрі оның тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаев, Қазақстан металлургиясының дамуына баға жетпес үлес қосқан ғалым. Қазақстанның кең байтақ даласын зерттеп, пайдалы қазбалардың ірі кен орындарын ашты. Осының нәтижесінде елімізде өндірілетін металдардың қатары кеңейіп, алтын, күміс, мыс, мырыш, қалайы, қорғасын, никель, кобальт, молибден, вольфрам, тағы басқа металдар өндіріле бастады. Қаратауда ванадий кенін өндіру кезінде табылған минерал Қаныш Сәтбаев құрметіне Сәтбаевит деп аталды. Менделеев кестесіндегі қазіргі белгілі 118 химиялық элементтің 99-ы Қазақстанның жер қойнауынан табылған. Пайдалы қазбалардың қоры жағынан Қазақстан ТМД елдерінің арасында хром мен қорғасын кендері бойынша бірінші, мұнай, күміс, мыс, мырыш, марганец, фосфор шикізаттары бойынша екінші, газ, көмір, алтын мен қорғасыннан үшінші орында. Мінекей балалар, бүгінгі жаңа сабақтың кестесіне көңіл аударайық. Экспорт, қара және түсті металдар Жапония, Оңтүстік Корея, ақш, Канада, Ресей, Қытай және тағы басқа елдерге жасалынды. Мұнай қорлары Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысында ең алғаш 1899 жылы Ембідегі Қара Шұңғылда, содан кейін Доссор мен Мақатта мұнай атқылады. Табиғи газ қорлары Қарашығанақ, Жаңажол, Қызылой, көмір, тас көмір, қоңыр көмірдің 10 бассейні бар. 300-ден аса кен орындары зерттелген. Жыл сайын 100 миллион тонна көмір өндірілді. Ал мінекей балдар, бүгінгі біліміңді тексер тапсырманы бірге орындайық. Қазақстанда қандай шикізат түрлері бар? Жауабы: Қазақстанда көмір, газ, мұнай шикізаттары кездеседі. Қазақстанда Менделеев кестесіндегі қанша элемент кездеседі? Жауабы: 99 элемент кездеседі. Үшінші сұрақ: қандай шикізат түрі бойынша біздің еліміз 12-ші орынға ие? Мырыш, вольфрам, барий кендерінің қоры бойынша бірінші, күміс, қорғасын және хромит өндірушіден екінші орында тұрмыз. Төртінші тапсырма: мына заттардан жасалған немесе алтыннан жасалған 5 бұйымды көрсет. Темір, мыс, күміс, мұнай, газ, көмір. Темір ыдыстан шеге, балта, ескі тұрмыстық заттар жасалды. Мыс, электр сымдары, қола, құбырлар, ыдыстар жасалды. Әшекей бұйымдар жасалынды. Күмістен әшекей ыдыстар, сырға, сақина бұйымдары жасалынды. Мұнайдан бензин, дәрі-дәрмек, косметика, асфальт, резеңкелер алынды. Газ, отын, жылу, жарық. Көмір, отын, жылу, бұйым жасалынды. Бесінші тапсырма: көмір, газ және мұнай кен орындары Қазақстанның қай аймағында орналасқан? Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан. Жетінші тапсырма: қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, мұнай, газ және көмірді қалай өндіретінін айт. Мұнайды физикалық, химиялық әдіс бойынша өңдейді. Тас көмірді кокстеу арқылы өңдейді. Газды өңдеуді дисперсті фазаларды әртүрлі айыру құрылғыларының көмегімен бөлу кіреді.
Келесі балдар, 7-8 тапсырмамыз. Шикізат пен алынатын өнімдердің арасындағы сәйкестікті тап. Бұл жерде балдар, шикізаттың атауы мұнай, көмір, мыс, темір, газ, күміс, алюминий. Өнімдер алынатын. Осы екі шикізат атауымен өнімдерді балдар сәйкестендіруіміз керек. Өздерін көріп тұрғандай сендерге мен сәйкестікті көрсетіп қойдым, сызып. Бұл жерде мұнайдың өнімі бензин. Көмірдің өнімі тұрмыстық қолданылатын отын. Мыстың өнімі қола. Темірдің өнімі болат. Газдың өнімі жылу электростанцияларына арналған отын. Күмістің өнімі әшекей бұйымдар. Алюминийдің өнімдері ұшақ. Мінекей балдар, бүгінгі тапсырманы өздеріңмен бірігіп орындадық. Жарайсыңдар. Егердем барлық тапсырманы осылай бірге орындаймын, жаңа шыққан сабақты тез бірінші болып көргің келсе, қоңыраушаны басып сақтап ал. Ал балдар, біліміңді тексер тапсырманы орындап, сабағымызды оқып болсақ, бізде қызықты тәжірибелер лава-лампа тәжірибесін бірге жасап көрейік. Тәжірибеге қажетті бізде заттар аспирин, су, ас тұзы, күнбағыс майы, спирт және бояу қажет. Ең бірінші, стаканға су құйып, тұз және қызыл бояу қосыңдар. Екінші, стакандағы қоспаны бокалға құйыңдар. Үшінші, тұзды су астына қалатындай етіп құйғы арқылы екінші стакандағы майды бокалға сақтықпен құйыңдар. Үшінші, стакандағы спирт құйып, жасыл бояу қосыңдар. Стакандағы сұйықтықты бокалға құю арқылы спирт сұйық майдың бетіне құйылған боялуы тиіс. Бокал түбіне аспирин тастаңдар. Қорытынды, бокалда араласпайтын сұйықтықтар қоспа пайда болады. Аспирин таблеткасы бокалдың түбіндегі тұзды суға батып, газ көпіршіктерін түзеді. Бұл газ көпіршіктері май қабаты арқылы өткенде қызыл сұйықтықты артынан ерітеді. Сөйтіп, лава-лампаға ұқсас көрініс пайда болады. Мінекей балдар, осы қызықты тәжірибені үй жағдайда жасап көруге болады.